Азық болып саналатын көкөністердің бір түрі. Жазғы тұрым егіп, күзде қазып алып сақталады. Өсетін орындары барлық жерлерде егіледі. Емдік қасиетті, тәттілеу дәмді, жағымды райлы, усыз. Денені қуаттандырады, көк бауырды жақсылайды, қабынуды қайтарады. Басты ем болатын аурулары және пайдалануы. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырсаңыз, каналдың әрі қарай дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Бірінші, жұқпалы алқым безінің қабынуына. Қалыпты үлкендіктегі бір түйір картопты сірке қышқылына езіп, жалғасты бірнеше күн жағады. Екінші, отқа, қайнаған суға күйген күйікке. Картопты тазалап жуып, жұқалап жапырақтап, күйіктің көлеміне қарай күйген орынға таңады. Бірнеше рет таңғанда нәтиже береді. Немесе картопты майдалап езіп, жараның бетіне танып қойса да болады. Үшінші, тері үсігіне. Әбден жуылған картопты суық жерге қойып, тоңази бастағанда жапырақтап кесіп, үсіген жерге таңады. 5-6 сағаттан кейін жарадан сары су шығады. Төртінші, асқазан қабынуға. Асқазан қыжылдап, тынышсыздануға, көп кекіруге. Тазаланған шикі картопты жапырақтап кесіп, таңдайға салып, нілін сорады. Бірнеше рет осылай істелсе, шипалы болады. Істелу мөлшері лайығына қарай істеледі. Басты құрамында крахмал, су, қант бар. Видео пайдалы болған болса, туыстарыңызға, достарыңызға таратып, олардың дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Видео танысу сипатына екенін және кез келген жағдайда дәрігермен кеңесуіңіз қажет екенін ескерген жөн. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.